Құрметтім қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Нәзікжан каналы және мен Гүлжан Анарбайқызы. Сіздермен бүгінгі тақырыпта періштелер жерге түсетін 10 жағдай туралы қозғайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Расында періштелер қай уақытта жерге түседі екен, сол маған да қызық. Олай болса, кеттік. Періштелер күнәдан пәк, Алланың ардақты жаратылыстары. Олардың көп болғаны соншалық, жалпы саны тек бір Аллаға ғана мәлім. Алла тағала оларды ерекше құрметтеп, өзіне ғибадат етуі, әмірін орындауы үшін жаратты. Періштелер Раббыларына қарсы келместен оның барлық бұйрықтарын орындайды. Нұрдан жаратылған аса көркем жаратылыс белгілі бір уақытта Алланың әмірімен жерге түседі. Біріншісі, Алланы еске алу үшін жиналған ортаға періштелер түседі. Бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, егер адамдар Алланың үйлерінің ішінен бір үйде жиналып, Құран оқып, оны үйренетін болса, оларға әлбетте тыныштық түседі және оларды рахымшылық бүркеп періштелер қоршауына алады деген. Екінші, таң намазы мен екінті намазының уақытында періштелер түседі. Бұл туралы Әбу Хурайра, Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай деп айтқанын жеткізген. Сендерге түнде бір періштелер, күндіз бір періштелер алмасып келіп тұрады. Олар таң намазы мен асыр, яғни екінті намазында жиналып, сосын сендермен түнде бірге болғандары көкке көтеріледі. Сонда Алла олардан жақсы біліп тұрса да, пенделерімді қандай жағдайда тастап келдіңдер деп сұрайды. Ал олар, біз оларды намаз оқып жатқандарында тастап келдік. Сондай-ақ олар, біз оларға барғанымызда да намаз оқып жатыр еді деседі деген. Және тағы бір хадисте Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, жамағат намазы жалғыз оқыған намаздарыңнан 25 бөлік артық және таң намазында түнгі періштелер мен күндізгі періштелер бас қосады деген. Осыдан кейін Әбу Хурайра, қаласаңдар оқыңдар, расында таңғы Құранға періштелер қатысады деді. Үшінші, жаңбыр жауғанда періштелер түседі. Хадисте жаңбырдың әр тамшысын бір періште алып түсетіні, әрі оны Алла бұйырған жерге қойып кететіні айтылған. Білім алуға шыққан адамның аяғының астында періштелер қанаттарын жаяды екен. Ал бұл төртінші жағдай. Бұл туралы Зур бин Хубайш былай деді. Бірде мен аяқ киімге мәсіх тарту жайлы сұрайын деп Сафан бин Ассалға келдім. Ол, сені алып келген не? Язар деп сұрады. Мен білімге деген талпыныс дедім. Ол шындығында өздерінің ризашылығын білдіру үшін періштелер білім іздегендерге сол іздегендері үшін қанаттарын тигізеді деді. Бесінші, Құран оқылған жерге періштелер келеді. Және ол жерді періштелер қоршап, сол ортаға тыныштық пен мейірім түседі. Бұған Усайд ибн Худайрдың басынан өткен оқиға дәлел. Ол былай деді. Бір күні түнде Бақара сүресін оқып отырғанымда, атым жанымда байлаулы отырған еді. Құранның даусын естіп, атым осқырынып, жер тарпи бастады. Оқығанымды тоқтата қойдым. Атым да тынышталды. Қайта оқи бастап едім, атым тағы тыпырши бастады. Үшінші мәрте оқи бастағанымда, атым тағы да мазасызданды. Яхия атты ұлым аттың жанында ұйықтап жатқан болатын. Басып кетпесін деп, баламды алып кейінірек жатқызып қойдым. Басымды көтеріп аспанға қарағанымда-ақ бұлттың көлеңкесіне ұқсайтын бір тұманның ішінде шырақ сияқты көптеген нәрселердің жарқырап тұрғанын көрдім. Ақ бұлт жарқыраған күйінде көкке көтеріліп көрінбей кетті. Таңертең болған оқиғаны пайғамбарымызға, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, айтқанымда, «Ей Ибн Худайр, оқы, ей Ибн Худайр, оқы» деді. Мен Құран оқуым керек екенін түсініп, «Я Расулаллах, Яхия ұлым аттың аяғының астына жақын жатқандықтан басып кетеме деп қорқып оқуымды тоқтатып едім» дедім. Сонда пайғамбарымыз оған, Алланың игілігімен сәлемі болсын, сенің көргенің періштелер болатын, олар сенің Құран оқығаныңды естіп келді. Егер сол қалпы оқи бергеніңде таңға дейін тыңдайтын еді, көпшіліктің көзінен жасырынбайтын еді деді. Алтыншы, әтеш шақырғанда періштелер келеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, егер қораздың шақырғанын естісеңіздер, Алладан оның кеңшілігін сұраңыздар, өйткені қораз періштені көргенде шақырады деген екен.
Жетінші, жұма намазының уақытында періштелер түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, жұма күні болғанда мешіттің әрбір есігінде періштелер тұрып намазға келгендерді ретімен бір-бірлеп жазады, ал имам мінберге отырғанда парақтарын жауып зікір сөздерін тыңдауға келеді деген. Сегізінші, жатарда дәрет алып ұйықтаған адамның қойнына періштелер түнейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, дәретпен ұйықтаған адамның қойнында періште түнейді және ол адам түнде аунағанда және ұйқыдан оянғанда періште ол кісі үшін үнемі кешірім сұрайды деген екен. Тоғызыншы, қадір түнінде періштелер түседі. Бұл туралы қасиетті Құранда періштелер және Жәбірейіл бұл түні өздерінің Раббысының рұқсатымен барлық істермен түседі делінген. 10. Ұрыс керістен қашып, сабыр сақтаған адамның қасына періште келеді. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, мәжілісінде Әбу Бәкірді бір кісі сөге бастайды. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Әбу Бәкірдің үндемей сабыр еткеніне қарап сүйсіне күлімсірей отырады. Қоймаған соң арада біраз уақыт өткенде Әбу Бәкір әлгі кісінің сөздеріне жауап қайтара бастайды. Сол кезде Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, ашуланған түр көрсетіп орнынан тұрып кетеді. Әбу Бәкір пайғамбардың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын артынан қуып жетіп, «Е Алланың елшісі, ол мені сөгіп жатқанда сен отырған едің ғой, ал жауап қайтара бастағанда ашуланып тұрып кеттің. Мұның себебі не?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, өйткені сенімен бірге сен үшін жауап беріп жатқан періште бар болатын. Ал сен оның кей сөзіне жауап қайтара бастағаныңда періште кетіп шайтан келіп отырды. Ал мен шайтанмен бірге отырмаймын деді. Құрметтім, сіздерге бүгінгі тақырып ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз.